Men kішігірім химиялар үйрендім. Соларды сізбен бөлісейін деп отырмын. Міне пакетін алайық. Сосын осына натрий хлор. Қараңыздар. Менің версиям 1.5.0.4. Сол версияны тартып алуға болады. Бұл бета. Сол версияны тартып алсаңыздар, тіптен жақсы. Мен негізі полный үйренген жоқпын, бірақ білемін. Окей, емес. Болды. Кислород. Міне. Көп шығаруға болады осында. Міне, вода. Бұл негізі бір химияға керек. Ал екіншісі міне осындай тұз шығарады. Ал енді верстактан қараңыздар. Камфакен. Жоқ, магний. Міне. Ол подводный факел. Міне осындай. Бұл анаған қарағанда өзгеше. Мына от шығарсам мына. Осындай ерекшелігі бар. Тағы бір ерекшелігі суда болады. Қараңыздар. Мынаны сөйтіп аласаңыз. Қараңыздар, мал суға жарамсыз. Көрдіңіздер ме? Мал суға жарайды. Мысалы, ағыспау кетейік кезде. Бұл суға жарай береді. Тағы бізде бір өзгеше бір бас киім бар. Бұның пайдасы суда шыдайды. 10 секундқа суда түскен кезде. Выживанияда. Қазір. Мысалы, үстеміз. Қазір де болып отыр. Настройка. Міне суда былай шыдай береді. Суға түскен кезде мал болады. Бұл версияның тағы бір ерекшелігі. Міне 10 секундтан кейін қайтып қалпына келеді. Болш. Бұда тағы бір жақсы 100 алады былай. Осы версияда бұл телефон тартыла береді. Бұдан оймен тарта алмадым. Қиын еді. Кәдімгі PlayStation шығып кете береді.
негізі осы дұрыс. Өтінемін, бұда лайктарыңызды басуды ұмытып кетпеңіздер. Тағы да видео түсіріш десеңіздер, хотя енді 10 лайк жинасыңдар. Сосын мен талай күшті нәрсе білемін, бұны химияға түсіріп отырмын. Ал ендеше лайктарыңызды басып кетіңіздер.